Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін бірінші күн, бірінші видео. Қазақтың қызы әудесін. Яғни мен өте ұялшақ адаммын. Өте ұялшақ қыз ютубтан не істеп жүр десеңіздерші. Өте ұялшақ, көп сөйлемейтін, сондай бір, яғни ұят болады, үндеме сөйлеме деп өскен қызбын. Бірақ ішімде не бар андай? Бір сыртқа шыққысы келіп тұратын, бір лаулап тұрған бір нәрсе бар. Бірақ ол сол из-за того, что менің тәрбием ондай болмаған үшін, яғни маған свобода слова дейді ғой, сондай нәрсе бермеген үшін, может быть, кішкентай кезімде бас бастаған дейді ғой. Содан да мен өте ұялшақ болып өскен қызбын. Бірақ соған қарамастан, шүкір, мен өзім Шымкенттенмін, Таразда оқыдым, одан кейін Өскеменде оқыдым. Қазір Астанада құдайға шүкір балалы шағалы болып отырмыз. Яғни мен сондай ұялшақ болып, сондай бір не болсам да, менің ішімдегі бір лаулап тұрған отым мені сол бір жерде ұялып солай қалдырмады да. Бұл жерде еще менің дұғам да бар шығар. Мен всегда дұға ететінмін Алла тағаладан, андай сол мені басқа жерге жібер деп ше, мен бұл Шымкентте не хочу быть. Мен үйімнен қашуға андай асығатынмын. Мен үйден кетемін деп солай айтып отыратынмын всегда. Қалғым келмейді бұл үйде деп ше. Білмеймін неге екен деп па. Енді бүкіл историямды қазір айтпай ақ қояйын. Қаншама туған туысқандар, таныстарым көріп қалса ойбай дейтін шығар мені. Менше сол достар, туған туысқандар не дейді деп. Қазақтың несі бар ғой сол. Туысқандар не дейді, андай достар не дейді деп камераға сөйлеуге қорқамыз. Вообще бір нәрсе сөйлеп, бір нәрсе шығаруға қорқамыз ғой. Енді қорқыныш бар да, ойбай ет болады, ойбай не дейді, жұрт не дейді деген нәрсе бар ғой бізде. Сол үшін қазір туған туысқандарым, ойбай мынаның детский травмасы жатыр екен ғой толып деп мені көріп айтып отырмасын. Но мен соншама сол қорқыныш болса да, ұялсам да, мен бұл сразу келе салмадым бұл нәрсеге. Мен 10 жыл болды, как я борюсь с этим дейін да. Үйленгеннен бастап, тұрмыс құрғаннан бастап 10 жыл болды. Мен осылай анадан осы инстаграмды бір ашып, тиктокты бір істеп, ютубтан қаншама каналдар ашып жоқ тастадым. Шынымен де андай не да. Сол ғой, андай тиіп қашып, ойбай жұрт не дейді, мынаны істеген дұрыс па, мынаны істемеген дұрыс па деп сөйтіп істеп жүрген адаммын ғой. И бір қарасам 10 жыл өтіпті. Маған 10 жыл бұрын жолдасым осы инстаграм ашып, ютуб аш деген. Содан бері әлі келе жатырмын да. Бір қарасам 10 жыл өтті. 10 жылда мен қаншама миллион подписчик жинап, егер сол кезде бастағанымда, алғашқы бастағанымда, әлі жүргізіп келе жатқанымда, например, қаншама подписчик жинап, қаншама миллиондап ақша тауып жататын едім деп өзімше ойлап қоямын да кеше. Бірақ бізді бір ұстап тұратын нәрсе, біздің потенциалымызды, ішімізде жүрген бір андай қабілеттерімізді, сол жұрт не айтады, ұят болады деген нәрсе ұстап тұр екен. Соған көзім жетті. Мақсатым жалпы актуальный темаларда сөйлесейік. Осылай мен ішкі дүниемді сізге ақтарайын, а сіздер ішкі дүниеңізді комментарийда ақтарыңыздар. Сөйтіп ойымызбен бөлісіп, темаларды обсуждать етіп отырайық.